Сәлем достар, президенттің министрлерге фитнес-инструктор болғанына қалай қарайсыз? Ал жаңа жылдық мерекеде президент диджей болып тұрсашы. Бұл фантазия емес. Менің арнамда супер президент жайлы жаңа выпуск. Жоқ, біздің сүйікті да құрметті елбасымыз жайлы емес. Хотя кім білет, біраз материал жинап өзімізге де кезек келер ме екен. Бүгін мен сіздерді әлемдегі ең мықты президентпен таныстырам. Өзі спортсмен, өзі жазушы, музыкант, сәулетші, айта берсең көп. Әңгіме Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов жайлы болады. Ескертемін, қазір көретін видео сюжеттеріңіз Түркменстанның мемлекеттік арналарынан алынған видеолар. Кеттік. Гурбангулы мырза спортты қатты жақсы көреді. Сонымен бірге велосипедке деген махаббаты да ерекше. Велосипед айдап бара жатып, баскетбол ойнау Түркменстан президенті үшін қалыпты жағдай. Таңғалмаңыздар, Гурбангулы мырза Түркменстанның қарулы күштер басшылығына, ұлттық қауіпсіздік министріне және тағы да басқа министрлер мен шенеуніктерге қалай дұрыс жаттығу керек екендігін үйретіп жатыр. Бұл елде барлығын білетін және барлығын жетік меңгерген тек президент. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай, министрлер үшін жаттығуды дұрыс орындау өзін президенттен жоғары санаумен тең. Сондықтан барлығы қиналып жатқандай түр жасап, құлап қалуға дейін барады. Және ең маңыздысы, президенттің көзіне қарауға болмайды. Қызық, сүйікті президенттің жаттығу орындап жатқан кезде оған қарап тұру бір бөлек махаббат қой шіркін. Жаттығу аяқталды, енді кішігірім жиналыс өткізіп жіберуге болады. Мына терминатордың дайындығы жаман емес екен. Біздің 8 қырлы бір сырлы көкеміз оны қоймай, қол астында қызметкерлерін әскери оқуларға да алып барады екен. Министрлер мен басшыларға қаруды қалай ұстау керек екенін, қалай ату керек екенін президент көрсетпегенде кім көрсетеді? Стоп. Мына кісіге назар аударыңыз. Менің ойымша бұл кісі президентті шынымен терминатор санайтын сияқты. Мына көздегі махаббат қорқынышты сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міне, айттым ғой, нағыз махаббат. Деп қояды. Достар, жоқ, бұл газ немесе құбыр жарылғанда жөндеуге келетін арнайы техника емес. Бұл құрметті президентіміз. Қол шапалақтап тұрған адамдар асықпай ашылып жатқан есік, не деген боевик құдайы. Бұл мемлекетте президенттің қолын алу бөлек әңгіме. Оған әлі тағы тоқталамыз. Алдарыңызда Түркменстанның спецназы. Бірақ дамыған 21 ғасырда қай жауды садақпен атып өлтіргісі келіп жүргендерін түсіне алмай қойды. Ары қарай көреміз. Енді полигонға келіп президент қалайша оқ атпай кетеді? Уақыт жоқ, қауіпсіздік шараларын сақтайтын жас бала да емес. Керек болса көліктің ішінен де ата береміз. Бірақ шынымен атып жатқандығына кішкене күмәнім бар. Велосипедсіз болмайды әрине. Велосипедтен атып көрсек қалай екен. Біреу құлады, екіншісі құлады. Стоп. Сонда мишенде із қалдырмайтындай аталады ма? Еще атпай жатып құлата алады екен. Ең қызығы, тапаншамен атқан кездегі қолының қимылы. Режиссер айтқан шығар, өтірік атып жатқан сияқты болыңыз, құрметті президент. Ду қол шапалақ, керемет, не деген дәлдік. Гурбангулы Бердімұхамедовтың жомарттығы деген тіпті бөлек әңгіме. Қазақстанда ғана көрінген адамға марапат бере бермейді. Түркменстанда қайталап айтам, президенттің көзіне қарауға болмайды. Ол бір, амандасқан кезде ол кісіден бойыңыз биік болмауы керек. Ол екі,
Ал үшіншіден, ол кісінің қолынан не алсаң да маңдайыңа қойып, 3 рет сүйіп шығу керек. Талантты Гурбангулы мырзаның бір қолы тегенде 2 шумақ өлең жазатыны бар. Өзінің сүйікті қолына арнап өлең жазған екен. Erте doğan Әрине, министрлерге оқып беру керек. arşın ovadı kalbımın fenası rova. Президент сөздерін жазып алу министрлердің Ендірге кем Фай-фай. Рова. Өзі бір талант. Қазір түк таңғалмаңыздар. Түркменстан президенті өзінің немересімен спортты Түркменстан атты өлең жазып, арасында рэп оқиды. Каспий жағасында немереңмен өлең айтқанға не жетсін? Стоп. Ренжімеңіздер, керемет өнер туындысын қазір жалғастырамыз. Бұл супер президент жайлы шығарылым әлі соңғы емес. Ұнаса, лайк басып Бердімұхамедов мырза жайлы ойыңызды комментарийге қалдырыңыздар. Бәрі жақсы болады. Рахмет. Ары қарай сүйсініп тыңдай беріңіздер. Here is a poem and flowers and trees. Here is a music and mountains and sea. Beautiful sights of rivers and sky. All other beauties in Turkmenistan. Deryatı coşkunu, bağları vaslan, belent başı dağ değil, yürük asman, gülleyen, güleşen, yedi diyarım, aydın sağlar yurdu, can Türkmenistan, Türkmenistan, Türkmenistan. How is amazing the place I was at. Caspian waves and birds sing it down. Life is so wonderful in motherland. My splendid and dazzling Turkmenistan. Sport Türkmenistan, güzel havada, İpek yolu udayar, amul hazara, sordun, sağdın, belent ovadı, Türkmenistan havada, baksın mekanı. Sport and the health is inspiration. Makes body strong and